Қазақ қырғыз бір туған дейді ғой, не келсем онымен да. Өткені Москвада бір мәрте бір үлкен бір складтың ішінде мен сөзге келіп қалам Дагестан жігіттермен. Сөйтіп бір бала еді, бірден бір 10 шақты ма 15 болды ма қанша жабылып қоршап алып мені. Қасымда бір бауырым бар, қазақ бауырым, Мура деген. Сөйтіп екеуміз ақ қалып қойдық. Давай сөйлесеміз деп сөйтіп тұрғанымызда олар короче толпа болып кетті дағы. Нежданчик жіберіп жатыр маған. Сол кезде қасыма қырғыздар келеді. Қырғыз жігіттер келеді. Бауырым қорқпа дейді. Біргеміз қазақ қырғыз бір туған. Тұрамыз до конца дейді ғой. Сөйтіп енді ол жерде до конца төбелеске дейін бармайды. Олар отты алып тұр, ана жерде уже пышақтаймыз деп тұр ғой мені. Барамда бір өзінің толпасына келемін да сөйлесіп. Сол жерде сөзбен шешемін негізі. Қалай болған түбін ақтарып ішінен. Изначально кім прав, кім не прав. Сөйтіп екеуміз мәмлеге келіп қол алсамыз. Кейін нормально общение болып кетеміз омен. Қырғыз жігіт. Ырзамын. Молодцы. Рахмет сіздерге. Сөйтіп бір мәрте тағы бір оқиға болады. Саратов пен Оралдың екі ортасында мен жолда қалып қоямын. Жаяу. Автобус жаңа бір жерге дейін барады. Дальше уже бармайды екен, арай Қазақстанға қарай өту керек. Трассада бір өзім тұрмын. Каспийде ақша бар, бірақ ол Россияда жүрмейді ол ақша. Сөйтіп московский номерде такси, Яндекс такси тоқтайды. Рульде қырғыздар екен. Қырғыз жігіт қызымен бірге заезд, выезд жасап па сөйтіп шығады екен. Тасқалаға қарай барып. Бауырым, не алып тұрсың бұл жерде деп жүр деп, мен Қазақстанға кіруім керек деймін. Болды, Қазақстан ба, отыр деп сөйтіп менің тамақ беріп, шай беріп Қазақстанға дейін кіргізіп береді мен. Арзамын жігіттер. Көп рахмет сіздерге.